Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі сабақты бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Бүгінгі сабақта енді ғана оқушылармен жұмыс жасап келе жатқан жас мамандарға, сонымен қатар жалпы ұстаздар қауымына өте пайдалы. Өз сабағымда, яғни қазақ тілі мен әдебиет пәнінде қолданып жүрген тиімді әдістерді сіздермен бөлісуді жөн санадым. Бұл әдістерді кез келген пән мұғалімі шеберлігіне сай қолдана алады. Ең алғашқы әдіс дауыстап ойлау әдісі. Оқи отырып ой түю, ой бөлісу оқушыларды дұрыс тыңдауға ынталандырады. Оқылым тыңдалым дағдылары қалыптасады. Бұл әдіс арқылы ойлау қабілеті дамиды, сөздік қор молаяды. Жалпы сыныпта тақырыпты біреу дауыстап оқиды, қалған оқушылар тыңдай отырып ой түйеді. Бір-біріне түсіндіреді. Келесі әдісіміз артығын алып таста әдісі. Бұл әдіс оқушыларға сөздер немесе суреттер жинағы, яғни тақырыпқа байланысты беріледі. Оқушылар тиянақты сөйлемді құрап, немесе суретті құрап, артық сөзді алып тастайды. Бұл әдіс арқылы оқушылардың ойлау қабілеті артады. Құрметті әріптестер, осы видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі видеода қызықты әдістермен бөлісетін боламын.